Сәлеметсіздер білім алушылар. Бүгінгі екінші дәрісіміз дүниетану негіздері пәні бойынша қоғамның құрылымы мен қоғамдық қатынастарға сипаттама. Бұл дәрісімізде қарастырылатын мынандай сұрақтар: қоғам және қоғамдық қатынастар, қоғамның әлеуметтік құрылымы, адамдар қауымдастықтарының формалары, қоғамдық бірлестіктер болып табылады. Бүгінгі дәрісіміздің алдағы қойған мақсатымыз қоғамның әлеуметтік құрылымы, қоғамдық қатынастар мен адамдар қауымдастығы мен қоғамдық бірлестігі жайында білім меңгертіледі. Қоғам белгілі бір жүйе. Қоғамда табиғат негізінде өсіп жетіледі, бірақ бірте-бірте одан алыстап өзіндік болмыс түзеді. Қоғам қауымдастық пен ұлтты, немесе географиялық аумақты, экономикалық, мәдени және саяси байланыстарды және жеке мінез-құлық пен өзара әрекеттесуге қатысты сенімдерді тоғыстыратын, ұзақ уақыт өмір сүретін топтастық деп сипаттайды Бринкерхоф. Қоғам дегеніміз адамдардың өзара қарым-қатынасының тарихи анықталған нақты жиынтығы. Қоғам дегеніміз әртүрлі қоғамдық қатынастардың жиынтығы. Табиғи объектінің заңдары белгілі бір қалыптасудың немесе қайталанып отыратын оқиғалардың тұрақтылығына сүйенеді. Қоғамда да осы құбылыс қайталанады. Бірақ қоғам табиғатқа қарағанда әлде қайда күрделі жүйе. Ол ұдайы дамып, жиі өзгеріске ұшырап отырады. Қоғамда өмір сүретін барлық құбылыстар адамның практикалық іс-әрекетінің көріністері болып табылады. Адамдардың мүмкіндіктері өте жоғары. Осы мүмкіндіктерді адамдар қоғамдық ортада басқалармен қарым-қатынас жасау арқылы іске асырады. Қарым-қатынастың алғашқы түрі мен, сен деп бөлінуден басталады. Қоғам адамдардың өзара қарым-қатынасын реттейтін байланыстар мен қатынастары жиынтығын бейнелейді. Адам қоғамға белгілі бір бірлестік арқылы не ұжым арқылы енеді. Яғни адам бірнеше ұжымның мүшесі бола алады. Әр адам әртүрлі ұжыммен, қоғаммен, мемлекетпен, өз отбасы мүшелерімен қатынасқа түседі. Осы барлық іс-әрекет, яғни сипаты, дарыны, жеке икемділігі әртүрлі адамдардың іс-әрекеті белгілі бір социумға тән қоғамдық қатынастар арасында өрбиді. Іс-әрекет пен қоғамдық қатынастар адамды әлеуметтік, қоғамдық жан ретінде қалыптастырады. Адамдардың бірлесіп өмір сүруі мен әрекет етуінің ең жиі кездесетін формасына отбасы жатады. Бұлар адамдардың бірлесіп әрекет етуінің шағын формалары болып табылады. Бұл жерде адамдардың бірлескен тобы өздерінің тіршілік әрекеттерін белгілі бір қызмет аясында, белгілі бір орында, аумақта, мекемеде, үйде жүргізе алатынын естен шығармау керек. Қоғам сөзі бұдан ауқымды және күрделі мағынада қолданылады. Мысалы, Қазақстан қоғамы дегенде біз өзіміз азаматы болып табылатын мемлекетті, оның халқын ойға аламыз. Қоғам сөзінің қолданылу ауқымының кең екендігі белгілі бір топ адамдардың бірігіп өмір сүруінен бастап бүкіл планетаны мекендеген адамзат ұғымын беретінін аңғаруға болады. Екіншіден, ол жеке адамның өзіне немесе әрекетіне емес, адамдар бірлестігіне қатысты алынады. Үшіншіден, адамдардың әрекеті міндетті түрде белгілі бір табиғи ортада қоршаған табиғатпен байланысты өтетіні көрінеді. Қоғам дегеніміз материалдық дүниенің бір бөлшегі ретіндегі адамдардың табиғатпен өзара байланыста бола отырып бірлесу формасы болып шығады. Қоғамдар қызметіне қарай толып жатқан әрекеттер түрлерімен, саясатпен, шаруашылықтың белгілі бір түрімен, саудамен, табиғатты қорғаумен, мәдени және рухани шаралармен айналысуы мүмкін. Барлық қоғамның әлеуметтік негізі, түпкілікті ұясы отбасы болып табылады. Әр жеке адам қоғаммен ондаған, жүздеген арналар арқылы байланыс жасайды. Адам бір уақыттың ішінде бірнеше отбасы, еңбек, кәсіподақ, саяси партия, балабақша, мектеп, бақшалар ұйымымен бірлесумен әрекеттесе алады. Адамдар аталған топтасулардан тыс өмір сүре алмайды. Қоғамдық қатынастар түрінде ірі қоғамдық топтардың экономикалық, саяси, әлеуметтік, құқықтық, рухани іс-әрекеттер орындалып отырады. Осындай негізде адамдардың арасында қалыптасатын экономикалық, саяси, әлеуметтік, рухани байланыстар мен қатынастары қоғамдық қатынастар деп аталады. Қоғамдық қатынастар көп жақты, көп қырлы. Оларды шартты түрде мынандай формаларға бөледі: экономикалық, құқықтық, саяси, діни, әлеуметтік, адамгершілік, эстетикалық қатынастар. Қауымдастық қоғамда адамдар
белгілі бір қызметке үйлесе отырып қауымдастық түзеді. Қауымдастық ұғымының мазмұны бірлестік, одақ, яғни ортақ шаруашылық мақсатына, сондай-ақ саяси, ғылыми, мәдени немесе өзгедей мақсаттарға жету үшін ұйымдардың, кәсіпорындардың, мекемелердің немесе жеке тұлғалардың шарт негізінде бірігуі және нақты шекаралар, тұрақтылықты жерлер немесе территория ішінде әрекет ететін әлеуметтік байланыстардың жиынтығын береді. Бір немесе бірнеше өндірістік шаруашылық қызметтерді бірігіп, жүзеге асыру мақсатында құрылған өндіріс орындарының шарттық бірігуі қауымдастыққа мысал болады. Адамдардың бірлесіп өмір сүруінің тарихи даму сатылары адамдардың алғашқы туыстық белгілерінен қазіргі ірі ұлт деңгейіне дейін өсу динамикасы шығады. Адамдардың бірлесіп өмір сүруінің тарихи формалары ұлтқа дейінгі және ұлт деп аталынады. Екі топқа жіктеледі. Олардың ортақ белгілері мен ұстамдылықтарында айырмашылықтар бар. Ортақ белгілеріне қауымдастықтың белгілі бір аумақта өмір сүруі, өздеріне тән шаруашылығы, салттары, дәстүрлері, психологиясы, мәдениеті, тілі болуында. Айырмашылығы деп ұлтқа дейінгі қауымдастықтардың орнықты бола алмауы, ұлттың орнықты қауымдастық екенін айтамыз. Ұлтқа дейінгі қауымдастықтардың өзінің бір тұрақты орны болмаған. Ал ұлттың белгілі бір тұрақты орны өзінің белгілі бір формасы болған. Тіршілік ету формасы болған. Ұлтқа дейінгі қауымдастық ру, тайпа, ұлыс жатады. Ру туыстық байланыстар арқылы топтасқан адамдар қауымдастығының өркениетке дейінгі экономикалық қатынастарға негізделген формасы. Тайпа адамдар қауымдастығының рудан жоғары сатысы. Тайпаның түзілуіне рулық қатынастар негіз болады. Тайпаны да көсемдері, ақсақалдары басқарады. Белгілі бір аумақты мекендеп өздеріне тән кәсіппен шұғылданады. Ортақ тілді, дәстүрлері де ортақ болады. Ұлыс адамдар қауымдастығының тайпадан кейінгі ұлттық түзілімнің алдындағы баспалдақта тұрған сатысы. Ұлт белгілі бір аумақты мекен еткен, өзіне тән шаруашылық жүргізу ерекшелігі бар, өзінің тарихи дәстүрлері қалыптасқан, тілі, мәдениеті, ұлттық психологиясы айшықтанған адамдар қауымдастығының орнықты формасы болып табылады. Қоғамдағы қауымдастықтың қызметтеріне қарай түрлі формаға жіктеледі. Ресми және ресми емес, өңірлік, аудандық, республикалық, халықаралық. Соның ішінде дүниежүзілік қазақтарының қауымдастығы халықаралық деңгейдегі қоғамдық ұйымның бірі ретінде мысал бола алады. Ол алғаш өткен дүниежүзілік қазақтарының құрылтайында 1992 жылы қыркүйек айында ашылған. Қауымдастықтың президиумының төрағасы болып еліміздің президенті Назарбаев тағайындалған. Осы халықаралық қауымдастыққа дүниежүзі қазақтарының құрылтайы қауымдастығы осы халықаралық қауымдастықтың мысал бола алады. Қазақстан Республикасында саяси партиялар, кәсіптік одақтар және азаматтардың ортақ мақсаттарға жету үшін ерікті негізінде құрылған, заңдарға қайшы келмейтін басқа да бірлестіктер қоғамдық бірлестіктер деп аталады. Қоғамдық бірлестіктер коммерциялық емес ұйымдар болып табылады. Қоғамдық бірлестіктердің атқаратын функцияларына мына төмендегідей функциялар жатады. Азаматтардың саяси, экономикалық, әлеуметтік және мәдени құқықтары мен бостандықтарын іске асыру және қорғау болып табылады. Келесі қызметі белсенділігі мен ынталығын дамыту, кәсіби және әуесқойлық мүдделерін қанағаттандыру, ғылыми, техникалық, көркем шығармашылығын дамыту, адамдардың өмір сүруі мен денсаулығын сақтау, қоршаған табиғи ортаны қорғау, қайырымдылық қызметке қатысу, мәдени ағарту, спорт сауықтыру жұмыстарын жүргізу, тарихи және мәдени ескерткіштерін қорғау, патриоттық, құқықтық және адамгершілік тәрбие беру, халықаралық ынтымақтастықты кеңейту және нығайту, Қазақстан Республикасының заңдарына тыйым салынбаған өзге де қызметті жүзеге асыру мақсаттарында құрылып жұмыс жасайтын болады бұл қоғамдық бірлестіктер. Осы бүгінгі дәріс барысында өткен білімдеріңізді мынау бақылау сұрақтары арқылы тексеріп көрсеңіздер болады. Сондықтан сонымен бірге сіздерге мынау әдебиеттер тізімі ұсынылады. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.